өкпе реніштен арылмасаңыз, ол жиналып ауыр жүк болып тұрады үстіңізде. Сіз төмен қарай еңкейе бересіз, бүкірейіп жүретін боласыз. Ол тұра берсе, өкпе реніш көбейе берсе, ол денеңізге ауру болып шығуы мүмкін. Сол үшін қазір бәрін кешіріп, реніштен құтылыңыз. Сіз анаңыздан сұрап көріңіз. Анашым, мен сенің құрсағыңда болған кезде сені біреу ренжітті ма? Әкемнен неше түрлі сөздер естідің ба? Қандай маған жүкті болған кезде қандай состояниеде болдың деп сұраңыздар. Егер анаңыз қорлық, зорлық көп көрген болса, сіздің екіқабат кезіңізде көп қиындықтар көрген болса, көп реніш, өкпе көп болса, сол кезде оның бәрі ішке барып, сіз сондай установкамен туылуыңыз мүмкін. Сіз оны байқамайсыз. Сізге триггер етіп тұрған күйеуіңіз болсын, туысқан біреу болсын, немесе қайнепке, немесе ене тобалдарыңыз біреу сізді қайта жыныңызға тиіп ренжіте берсе, сіз ойлап жүрсіз олардан деп. Негізі түпкі мақсаты, түпкі тамыры ол сіздің бала кезіңізде сондай негативтен, өкпе реніштен, сондай установкамен туыңыз мүмкін. Ол анаңыздан келуі мүмкін. Сіз анаңыздың ішінде жатқан кезіңізде. Сіз оны байқамауыңыз мүмкін. Сондай установкамен туыласыз. Ол түп санаңызда, түп сана бар ғой. Сол санаңызда тұруы мүмкін да олар. Соны білмеуіңіз мүмкін. Сол үшін сізде өкпе реніштер көп болуы мүмкін ішіңізде. Сіз бәрін кешіре бересіз, бірақ тағы да ренжітеді, тағы ренжіп қала бересіз. Өйткені түпкі тамыры сол неде жатуы мүмкін. Анаңыздың ішіңіздегі, анаңыздың реніштері қалып қалуы мүмкін сізде. Сіз оны бейсанада білмеуіңіз мүмкін, түпкі санаңызда соның бәрі қалып қалуы мүмкін.